Саламатсыздар ма? Металлургия білім беру бағдарламасының студенттеріне арналған болат өндірісінің теориясы мен технологиясы пәні бойынша дәріс нөмірі 4 болат балқыту өндірісінің теориялық негіздері. Дәріс беруші Әбдірашит Асылбек Мейрамханұлы. Болат балқытудың дәрістің жоспары: болат балқытудың физика-химиялық үрдістері, металлургиялық үрдістердің термодинамикалық заңдылығы, металлургиялық үрдістердің болат балқыту агрегатындағы футировкаға әсері. Болат балқыту үрдісінің физика-химиялық үрдістері қарастыратын болсақ, металлургия реакциялар түсетін пеш орта деп алатын болсақ, бір сұйық металл, газды қоспа, сұйық қош әрекеттесу арқылы болады. Бұл жүйелер гетерогенді жүйе болып бөлінеді, аталады. Бұл бірнеше әртүрлі құрам қасиеті бар, яғни жүйенің әрекеттесуі. Жалпы жүйе екі түрге бөлінеді. Бірінші гомогенді, екінші гетерогенді. Гомогенді біртекті жүйе, ал гетерогенді әртекті. Бұл гетерогенді біздегі металлургия реакцияларының барлығы ол гетерогендік жүйеде жүреді. Ол әртүрлі құрам қасиетке ие, яғни гомогенді фазалардан тұратын ішкі шекаралары болады. Болат балқыту үрдісінің физика-химиялық үрдістері. Әрбір фаза бір немесе бірнеше заттардан, компоненттерден тұруы мүмкін. Жүйенің күйі арқылы физикалық және химиялық қасиеттерін, яғни қысым, температура, компоненттердің концентрациясы тағы басқа анықтайды. Параметрлерді өзгерту арқылы сол жүйенің жүретін үрдістерге әсер етуге болады. Барлық энергетикалық әсерлерді термодинамика тұрғысынан түсіндіруге болады және келесі көрсеткіштермен сипатталады. Бірінші ішкі энергия, екінші энтальпия, үшінші энтропия және бос энергия. Барлық көрсеткіштер жағдайының термодинамикалық функциясы болып табылады. Бұл көрсеткіштердің қабілетті абсолютті көлемін анықтау мүмкін емес. Сондықтан олардың өзгерісімен анықтайды. Яғни ішкі энергияның екінші ішкі энергиядан, соңғы ішкі энергиядан бастапқыны алып тастау, яғни дельта U тең болады U2, U1, мұндағы U2 соңғы күйедегі ішкі энергия, U1 бастапқы дененің ішкі энергиясы. Металлургиялық ияда барлық үрдістер тұрақты қысымда жүреді, яғни бұл изобаралық процесс. Бұл реакциялардың сырттан келген жылу ішкі энергияның өсіміне әсер етіп қана қоймай, сонымен қоса жұмыстың жүзеге асырылуына мүмкіндік береді. Бұл дельта H, H2 азайту P, дельта H, дельта U, PV. PV бұл тұрақты қысым кезінде жүйедегі көлемнің өзгерісі. Дельта H нөлден үлкен болса жылу бөле жүретін реакция немесе экзотермиялық реакция. Дельта H нөлден кіші болса жылу жұта жүретін реакция. Бұл эндотермиялық реакция деп аталады. Бірінші термодинамиканың бірінші заңы, бұл Гесс заңы деп аталады. Бұл химиялық реакцияның жылу әсерінен тек әсерлеуші заттардың бастапқы және соңғы күйіне байланысты, бірақ процестің аралық сатыларға тәуелді емес. Яғни Q тең болады минус U және Q тең болады минус H. Бұндағы U және H күй функциялары бұл процестің аралық кезеңдеріне тәуелді емес. Екінші термодинамика екінші принципі ол келесідей: барлық процестер қатаң белгіленген бағытқа ие. Біреуінде олар белгілі бір бағыт бойынша өздігінен жүреді, ал кері бағыт бойынша жұмысты жасау керек. Қандай да бір үрдіс басталғаннан кейін соңына дейін жүреді. Ол өздігінен бастапқы күйге айналады. Алдыңғы күйлермен біріне де орындалмайды. Бұндай күй тепе-теңдік деп аталады. Процестердің тепе-теңдікке ұмтылуы еркін энергиямен сипатталады. Тек энергияның барлық процестер тепе-теңдік күйге өздігінен жүреді. Т констант, П констант, бұл ішкі энергия плюс ЖТС.
Бұндағы G изобар изотермиялық потенциал. Энтропия жүйе күйінің ықтималдығын сипаттайды және оған пропорционалды Q функциясы болып табылады. Затты энтропиясы физикалық өзгерістердің осы реттілігімен өседі. Кристалл, сұйық, газ. Өйткені әрбір кейінгі күй аз реттелген, дельта G нөлден үлкен болса өздігімен жүреді, ал кіші болса өздігінен жүрмейді. Стандартты жағдайларда, яғни Т 298 кельвин және қысым 0,1 паскаль болғанда G келесіде мәнге ие. Бұл яғни дельта H минус Т дельта S. Әсерлеуші массалар жаны, яғни реакцияның өнімі, яғни концентрация, потенциалды қысымы бастапқы заттардың концентрациясына немесе парциалды қысымға тең. Тек температурадан тәуелді, оны тепе-теңдік константа деп аталады. Бұл жерде яғни көлемдер V1, V2 тең деп аталады. Тепе-теңдік константалар газдар, сұйық ерітінділердің қатысуымен парциалды қысымдар мен концентрацияның қатысуы мүмкін. С плюс O2 тең СО. Бұл демек бұл реакцияның тепе-теңдік константасы келесіде жазылады. КП РСО АС А0 или КП СО С көбейтілген О. Тепе-теңдік констанция температураға тәуелді болады. Ол яғни минус G0 минус RT LM капа. Бұндағы 8R бұл яғни универсал газ тұрақтысы. Бұл 8,331. Келесі термодинамика көмегімен белгілі бір бағытта үрдістің жүре алмауы анықтап болады. Бірақ бұл химиялық процестер қандай да бір жылдамдықпен, қандай да бір жолмен мүмкін емес. Өйткені термодинамика теңдеулер уақыт шамасында жоқ. Бұл сұрақты яғни химиялық реакция арқылы жауап беруге болады. Химиялық кинетика бұл бір текті орта, мысалы газ қоспаларында яғни гамма генді реакциялар жүретін, реакциялардың жылдамдығын және гетеродинамдық жүйедегі барлық фазаның химиялық өзара әрекеттесу процестің жылдамдығын қарастырады. Металлургиялық үрдістер көбінесе гетерогенді жүйе жүреді, ал гаммагендік реакцияларға мысал ретінде газ тәрізді отынның жануын жатқызамыз. Гетерогенді үрдістер кем дегенде 3 кезеңнен тұрады. Бастапқы заттардың фазалық шекаралы ауысуы, белсенді беттердің химиялық түрлендіруі, реакция өнімдерін белгілі бір фаза көлемінің біріне бөлу. Гетерогенді процестердің жылдамдығы келесі формула бойынша шартталады. В тең болады 1 бөлінген V1, V0, V1, V жылдамдық V бөлінген 1 плюс 1 бөлінген V02. Бұндағы V химиялық түрлендіру жылдамдығы, V01, V02 алғашқы затты жеткізудің жылдамдығы және реакция өнімдерін алып кету жылдамдығы. Кинетика екі бағыт бойынша жүргізіледі. Макроскопиялық кинетика бұл процесті жақын жағдайда зерттейді. Ол флюстенген, яғни диффузиялық алмасу және басқа да химиялық түрлендіруге қолданылады. Атомдық молекула кинетика, олар әрекеттесу механизмін анықтайды және кинетикалық сипаттамалар алады. Келесі футировка, яғни екі түрге бөлінеді: негізі және қышқылдық. Негізгі футировка магнезиалды, доломитті, отқа төзімді материалдар, ал қышқылдығы динас немесе кварцты төзімді материалдар. Өндірісте қышқылды футировкасы бар агрегат аз қолданылады, өйткені металдағы зиянды қоспалар толығымен жоймайды. Осындай агрегаттардың құрамында зиянды элементтері аз шикірам материалдарын қолданылады. Оттегінің тотығуынан қоспалардың бір бөлігі металл емес кірнелер күйінде қалады, ал қалғаны қос және газ фазасында өтеді. Темір тотығу-тотықстанатын ескерсек, феррум тотығының тотықстану процесінде қарағанда көбірек. Пештің түріне қарай конвертер, Мартин электр пештері байланысты құйылған болатты алудың негізгі айырмашылығы қыздыру әдісі мен ваннаға оттегін енгізу әдістермен ерекшеленеді. Мартин процесі жалынды регенеративті типтегі қондырғыға жатады. Олар металл отын
жанған кезде, яғни мазут газ жанған кезінде алынатын факел арасында қызады. Мартен пеші көп мөлшерде шойыннан басқа скрап темір кені қолданылады. Жоғары температура қамтамасыз ету 1800 градустарда регенератор отынды ауаны қол жеткізуге болады. Тотықсыздандырғыш ретіндегі пеш кеңістігіндегі O2, CO2, H2O жатады. Келесі конвертерде тотықсыздандырғыш ретінде таза оттегі қолданады. Оның көмегімен түгелдей болатты балқыту үрлеу арқылы енеді. Жоғары температурада металл қоспалары алынады. Электрлік балқыту процесі негізінен болатты арнайы маркаларын балқыту үшін қолданады және олардың басқа қондырғыларды алу мүмкін емес және қиын. Электр пештерінде температура жоғары, бұл зиянды қоспалардың таза алуға мүмкіндік береді. Электр пештерінің балқыту үрдісі доға көмегімен жүреді. Тотығу атмосферасы жасалады, яғни процестің икемділігі атмосфераның жылуға тәуелсіз есебінен етіледі. Дәріс бойынша сұрақтар: металлургиядағы гетерогендік процестер, әсерлеуші массалар заңы және тепе-теңдік концентрация дегенімізде, металлургиялық процестерде ішкі энергияны, энтальпияны, энтропияны, бос энергияны қолдану мүмкіндігін атаңыз. Балқыту процесінің жіктелуі, реакциялардың кинетикасы қандай бағытта жүреді. Бірінші термодинамикалық заңды түсіндіріңіз. Термодинамиканың екінші заңын түсіндіріңіз. Гетерогенді үрдістер қандай кезеңді қамтиды? Және эндотермиялық реакциялар дегеніміз не? Келесі экзотермиялық реакциялар дегенімізде дәріс аяқталды. Сау болыңыздар.